Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жақында жекеме мына мазмұнда бір хат келді. Сұрақ: менің сыныбымда бір қыз бала бар. Ол сыныпта мұғаліммен де, сыныптастарымен де сөйлеспейді. Не істеуге болады? Сұрақ өте маңызды. Бірақ бұл сұраққа жауап беру үшін менің де ол кісіге бірнеше қарсы сұрақтарым пайда болды. Біріншіден, ол мектепте басқа адамдармен сөйлеседі ме? Сізден және сіздің оқушыларыңыздан басқа. Ол тек мектепте ғана таңдаулы үнсіздік режиміне өтеді ме? Сіз бұл мәселені қыздың ата-анасымен талқылап көрдіңіз бе? Дамуында ақаулар бар ма? Айталық сөйлеу коммуникациясында қиындықтар бар ма екен? Оған логопедтің, психологтың көмегі қажет пе? Егер солай болса, сіздің мектебіңізде ондай мамандар бар ма? Немесе ол кісілер баламен жұмыс жасап жатыр ма? Ол жақында ғана сөйлесуді тоқтатты ма? Әлде үнемі осылай болды ма? Сонда ол өзінің ойларын, білімін және эмоцияларын сізбен қалай бөліседі? Ол бақытты балаға ұқсайды ма? Ол күледі ме? Ол мұңды ма, әлде ұялшақ па? Көзіне тік қарау қиын ба? Ол күштеумен күле ме? Ол үнемі жалғыз ба?